Барлықтарыңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен мен бетіме қалай күтім жасаймын, сонымен қоса ең соңында керемет массажбен бөліскім келіп тұр. Бұл массаж мына неге көмектеседі? Мына жаққа әдемі форма беру үшін көмектеседі. Сонымен қоса екінші иектің шықпауын алдын алады, немесе екінші иегіңіз болса құтылуға көмектеседі. Сонымен қоса көздің айналасындағы мимикалық әжімдерді алдын алуға, сонымен қоса құтылуға көмектеседі, массажбен бөлісетін боламын. Сол үшін видеоның соңына дейін менімен болыңыздар. Жалпы мен бетіме бүгін тоналка жаққан жоқ, мен ешнәрсе жоқ бетіме. Дегенмен де мен күтімімді мицелляркадан бастаймын. Мен мынандай фокус алмай тұр камерам. Garnier Skin Naturals деген мицелляркамен қолданамын. Бетті тазарту өте маңызды мицелляркамен. Себебі шаң болады, бетте қалып қалады. Мен негізі тоналка жаққанда осындай спонжуктан 2-3 кетіремін. Мынау ағарғанша, тоналкадан ағарғанша бетімді сүрте беремін. Мойынды ұмытпаймыз. Тазартып алу керек, міндетті түрде. Бүгін көп уақыт кетірмеймін. Бетімде тоналка жоқ. Екінші қадам ол менде бетімді пенкамен жуамын. Екінші қадам жуу қадамы мен мынандай пенкамен жуамын. Черный жемчуг деген өте ұнайды маған. Бетті құрғатпайды, қатты, бағасы да қолжетімді. Бетімізді жуайық. Мойнымызды да ұмытпаймыз. Енді бетімізді сумен шаямыз. Бетімізді жуып болған соң сүртеміз. Сүрткенде қатты сүртіп қажеті жоқ. Басып сүртеміз. Келесі қадам бетімізді жуып болған соң ол тонер. Тонер ол өте маңызды қадамдардың бірі. Мен Апиу деген тонермен қолданамын. Тонер неге маңызды қадамдардың бірі? Мысалы бетімізді пенкамен жуғаннан кейін ол құрғап қалады. Сол құрғақтықтан айырылу үшін, қалпына келтіру үшін тонер көмектеседі. Қолымызға азғантай мөлшерде құямыз да жылытамыз. Сосын бетімізді солғамыз ақырындап. Бетімізге жақсылап сіңу үшін. Мойнымызды ұмытпаймыз. Қатты бетімізді басып терімізге сіңіруге тырысамыз. Келесі қадам ол сыворотка. Мен мынандай сывороткамен қолданамын. Мишаның Супер Аква деген. Сыворотка ол маңызды қадамдардың бірі. Міндетті, себебі сыворотка немеге көмектеседі? Ол ең алдымен теріміздегі коллагеннің шығуына көмектеседі, коллагенді шығарады. Коллаген дегенде ол беттің серпіндігін сақтайтын, әжімдердің шығуын сақтайтын фермент, коллаген. Сонымен қоса кремді жақсы сіңіруге көмектеседі. Сондай мөлшерде қолымызға себеміз. Жылтып аламыз да, бетімізге жағамыз, крем сияқты. Мойнымызды ұмытпаймыз. Массажбен ақырын жасаймыз. Келесі қадам, осылай деді, 1-2 минут бетімізге басамыз. Келесі қадам менде крем. Оны қазір массажбен жасаймыз. Мен ондай креммен қолданамын. Супер Аква. Супер Аква Ультра Хиалурон деген.
бетімізге жағамыз. Мойнымызды ұмытпаймыз ең бастысы. Енді басында жағаны қолымызбен басамыз, содан кейін массажға кірісеміз. Бірінші мойнынан бастаймыз. Астыға қарай сипаймыз. Артын ұмытпаймыз. Кішкене қолым құрғақ қалды. Келесі қадам ол жағымызға массаж. Ол массаж неменеге көмектеседі? Ең алдымен мына жағымызға әдемі форма береді. Сонымен қоса екінші иектің шығуын алдын алады. Сонымен қоса егерде екінші иегіңіз болса, содан құтылуға көмектеседі. Сонымен қоса бір массаждың өзі мына 3 жерге әсер етеді. Міне иекке, жаққа, сонымен қоса мына аузын астындағы адам қартайғанда аузын астында әжім пайда болады. Соны алдын алуға көмектеседі массаж. Ал енді бастаймыз. Менің қолым кішкене құрғап тұр, сол үшін кішкене крем алып аламын. Ол үшін не керек? Мына бас бармақты мына жұмсақ жерге қоямыз иегіміздің. Ал екі саусақты батырып, жағымызбен жоғары көтереміз. Кішкене қолым құрғақ болды. Құрғақ болса міндетті түрде көз аламыз. Осылай 2-3 минут жасайсыз. Мына бас бармақты ұмытпаймыз, қатты басуға. Келесі қадам, келесі массаж ол ерінге арналған. Уақыт өте келе ерініміз ішке қарай кіреді. Ерінімізді үлкейту үшін, қанды айналдыру үшін мынандай массаж жасауға болады. Болды. Осылай 10 рет жасасаңыз жетіп жатыр. Келесі ол көзіміздің айналасындағы әжімдерден құтылу үшін, сонымен қоса көздің айналасындағы қанды айналдыру үшін арналған массажды көрсетемін. Ол үшін мына сүйек бар ғой, қастың астындағы сүйекті басып жүргіземіз. Содан кейін астын керісінше бағытта жасаймыз. Мына шеттен ішке қарай. Осы сүйек, мына жердегі сүйек бар ғой, сол сүйектің үстімен. Келесі, мына бөлгенде соған жасаймыз, 10 рет. Менің қолым кішкене құрғақ болып қалды. Енді мына жаққа қарай, ішке қарай. Маңдайымызға массаж жасаймыз, екі шетке. Саусағымызды аласыз, былайынан. Бетім қызарып кетті массаждан кейін. Ол жақсы деген сөз, Сол бүгінге осы. Егерде менің көрсеткен бет күтімім және массаж ұнаса, міндетті түрде пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Лайк басуды да ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздесейік.